Өгейдің аты өгей ме? Жеңіскүл Тұрсынбаева. Жыл жарым болғанда бір рет кіші әпкем келіп, ол да өз қайын жұрттарында болып маған тек амандық білуге келді. Мен осы 1,5 жылда өз үйіме айдынсыз үйреніп алдым. Келіп кетіп жүрген бауырларымды қонақ қылып шығарып салып жүрдім. Анама да қонақ болып барып 3 күндей жатып кеттім. Ауылға ата-енеме шаруаларға асығатын болыппын. Енем, асықпай анаңның қасында біраз бол. Шаруа ешқайда қашпайды. Жат, демал, бармыз өзіміз жасаймыз, десе де анамның қасынан өз үйіме кеткім келіп тұрды. Қайын жұртым қатты ыстық болып кеткенін түсіндім. Мен қайтуға қипақтап, не анама айта алмай қысылып жүргенімде анам: «Қызым, ана құда-құдағидан ұят болар. Келесі жолы маған келгенге ұялмай сұранудың қамын жаса, қайта ғой», деп дайындаған сарқыттарын береді. Мен үйіме қайтам. Толық 2 жыл өтті. Атам бәрімізді дастархан басына шақырды. «Келінжан, біз ақылдаса келіп сені, Манасты, Мақпалды, Абзалды Алматы жаққа көшіруге шешім қабылдадық. Бағлан құданың үлкен бауырым. Үйінің жанынан шағын үй алдық. 4-еуің барыңдар, тұрыңдар. Апаң да қастарыңа бірер күн болып келсін. Сендердің қалай орналасқандарыңды көрсін, қолғабыс берсін. Манас оқысын, Мақпал Абзалға қарасын. Мектепке бірге барып қалған 2 жылын сол жақтан аяқтасын. Келін, сен Алматыға барған соң ретіне қарай жұмыс табарсың», дегенде мен таң қалып аузым ашылып үндемей қалдым. Біз де көштік. Алматыға кіре берісінде жаңадан салынып жатқан ауыл тәріздес жерге келдік. 4 бөлмелі кең үй екен. Ауласында салынып бітпей қалған 1 бөлмелі там бар екен. Біз маусымның аяғында келгенбіз. Шөп басып кетіпті. Жаңа өмір, жаңа тірлік басталып кетті. Орташа Жания деген қайын жұртым жиған тергенін осында салыпты. Бауырым есік алдындағы бітпеген тамды көтеріп, дүкен қылып ашып берді. Мақпал екеуміз кезек-кезек сауда жасаймыз. Ауылдан семірген малды алатын адам тауып, Манас пен Кенжехан сойып әкеліп жұртқа сатып, жартысын ауылға отын су, азық түлікке жұмсаса, жартысын дүкенге салды. Көрші үйде үлкен ағам тұрды, көшенің арғы бетінде анам тұрды. Жақын тұрса да тек туыс болып сыйласып қана жүрді. Босқа келіп ісімізге араласпады. Тек Кенжехан ғана ортада. 2 әпкем де нықтап алыпты. Жұмысқа орналасқан жезделерім де жұмыстарында. Балалары да оқудағысы оқуда, жұмыстағысы жұмыста. Туған күн мерекелерде біргеміз. Ұлым мен Мақпал мектепте түске дейін болып келеді. Ауылдан ет май үзілмеді. Күздің ортасында қап-қап картоп келеді. Оны да сатып ақшасын 2-ге бөлеміз. Уақыт зымырап өте берді. Менде бәрі керемет. Ұлым ер жетіп қалды. Жаз шықса ауылға кетеді. Еш қызғанбай жіберем. Манас қайным оқуын бітіріп жұмысқа тұрды. Мақпал жоғары оқуға түсті. Мен дүкен, үй деп жүрмін. Үсенді жолықтырмағанда солай жүре берер медім. Үсен 3 жасар қызын ертіп дүкенге келетін. Көңілім ауып ауру болып қалдым. Жасым 31-ге келген болатын. Отбасы бар болмайды деп өзімді тежеп жүргем. Бір күні әңгімелесіп кеттік. «Қызымның анасы босанып жатып көз жұмды», деді мұңды дауыспен. Дүние төңкеріліп кеткендей болды. Үміт пайда болды. Үсен де сезгендей күнде келіп ұзақ әңгімелесіп кететін еді. Сөйлесе бір-бірімізге бауыр басып сөзіміз жарасты. Бірақ сыр бермеуге тырысып жүрміз. Ата-енем кезекпен келіп кетіп жүретін. Ол кісілердің де жағдайлары түзеліп, біраз малдарын сатып, Манасқа жер алып берді. Манас үйін салуға кірісті. Анам Кенжеханмен қайта ауылға көшіп кетті. Әкемнің ошағын түтетіп, қара шаңырақтың шамын жақты. Ең бастысы анам елге оралғанына бақытты. Енді анамды сағынсақ ауылға баратын болдық. Аға әпкелерім өздерімен өздері күн кешіп жатыр. Бала шағалары ер жетіп, құда жекжатты болып жатты. Араласымыз, сыйластығымыз өте тығыз болып жүрміз. 2 отбасым да маған ыстық.
Мен Үсенмен бас қоссам деген мәселені қалай шешерімді білмей жүрмін. Жолдасым қайтыс болған соң 10 жыл өткізіп, ұлым 14-ке келгенде ата-енем, анам рұқсат беріп, Үсенге тұрмысқа шықтым. Жұлдыз қызға ана болдым. Дүкенімде жұмысымды істеп жүріп жатырмын. Үсеннің үйі дәл біздің үйдің алдында болды. Сол үйге бардым. Ұлым Абзал басқа қайын сіңлілерімен үйде қалды. Бір қалыпты үш жақпен араласып сыйласып кеттік. Үсен 2 отбасына өзін күйеу баламын деп иіліп тұрды. Мен бақыттымын. Дүкенімде бір апай келетін. Сауда жасағаннан өсегі көп. Қызы тұрмысқа шыққанда жыр дастан етіп мақтанған. Жыл өтпей қайыршылар деп боқтады. 3-ші жылға жеткізбей ішіме сыйған қызым сыртыма да сияды деп ажыратып әкелді. Құда жекжатын жерден алып жерге салып, төсек орнымен көшіріп әкелгенін айтып мақтанды. Күйеу баласы тірі, аман сау болса да ажыратып әкелді. Сол кезде анам мені қалдырып көшкені есіме түсіп, күйеуім өліп қалса да тастап кетіп еді. Бірақ мен жаман болмадым деп есіме алдым. Сол апай уақыт өте келінін жамандай бастады. Ойбай, менің қызым тауып жатыр, менің қызым оқыған десе, келін сауатсыз, оқымаған, кедей сорлы дейтін. Тағы жыл өтпей ұлдың баласымен қыздың баласы төбелесіп, сол үшін жанжал шығып, келінін қуып жібергенін айтып көпірді. Түк көрмеген, жармаған, барсын, баршылықты көрмеген сорлы деп өзінің байлығын сөз қылатын. Жыл жарым болмай ұлы араққа салынды. Сонымен алысты. Ақыры ұлын да үйден қуды. Қызымен қалды. Қызы не аман сәлемі жоқ біртүрлі еді. Сол уақытта сол апайға өз тағдырымды айтып тоқтау айтсам, сенің анаң ескінің адамы, олай істеуге болмайды. Қазір ондай уақыт емес, келін деп сүмірейтіп тастап қойған дұрыс емес, деп тыңдамады. Мен басқа ақыл айтпадым. Апай келіп мақтанып кетіп жүрді. Кейін тіпті тыңдамайтын болдым. Міне 20 жыл уақыт өте шықты. Менде үлкен ұл қызыммен бөлек бір ұл, бір қызымыз бар. Үлкен ұл Абзалым үйленіп, үй болып Алматыдан пәтер алып, қызметінде ауылға барып ағайынымен араласқанынан қол үзген емес. Кейінгі іні қарындастарына да қатты жақын. Жұлдыз қызым да тұрмысқа шықты. Ол да еш бөтенсінбеді. Маған тіпті жанашыр болып тұрады. Ешкімнен кем емеспін. Ал әлгі апай тоз-тозы шығып, сүмірейіп, көп уақытын көшеде өткізіп, үйіне кіруге қорқып жүретін болды. Не болды деп сұрасаң, қызынан да жиенінен де қорқады. Қызы, сен мені бақытсыз еткенсің десе жиені, сен мені әкесіз қалдырдың деп бетіне басып өш алардай дікеңдеп зіркілдейді екен. Ал ұлы ақыры сол әйелмен ажырасып, неше мәрте үйленсе де үй бола алмай қаңғып қалған. Сол апайға қарап отырып, анамдіке ақыл болған екен-ау деймін. Абзалымды өз үйірінен айырмай, мені де өмірге пісіріп, адамды таныта білдіріп, жаңа өмірге бастырғаны дұрыс болған екен. Құдаларында ренжітпей, мені бата алсын деген екен. Сол батамен мен көгеріп, бақытқа кенеліппін. Дәл апайға ұқсап, ішіме сыйған сыртыма да сияды деп жетектеп кетсе, мен қандай болар едім? Әкел бері, көмектес деп міндетсінер ме едім? Айналайын ақылды анашым, дана анашым, ескінің адамы болса да, адамдарды тани білген, дұрыс тәрбие беріп үлгі бола білді. Ата-енем де алтын адамдар, құрмет сыйды біліп, менмендікке салынбай, жол бере білді, татулықты сақтап, сыпайылық танытты, қамқор болды. Сол керемет жандардан тараған біз жаман болмасымыз анық, жаман ұрпақ өсірмейтімізге сенімдімін. Осы күні мен ана, ене, жар болып отырмын. Өз ортама өте құрметтімін. Мұның бәрі тәрбиенің арқасы. Адам жақсы ұрпақ өсіріп, үлгілі болу үшін алдымен өзі сондай отбасында өмір сүруі керек. Сол апайға ұқсап, бір кезде мен менсінбей көмек те бере білу керек екенін жақсы түсіндім. Құда болып тұрып, қол ұшын беріп, демеу көрсеткеннің арқасында біз бақытты болдық. Ал сол апай
бар болып тұрса да келінге көмектеспей, құдасын кемсітіп, қызын ажырастырды. Неге жетті? Өкінішке орай мұндай жағдайлар тіпті көбейіп кетті. Ұлын ажыратып, қызын әкеліп алып жатқандар қаншама. Барған жері кедей, түк жоқ, аш отырды деп бөссе, ой тақыр кедей, түк көрмеген сорлы, келіні мына баршылықты көтер алмады деп табалайды. Байқап жүрмін, қазір ер адамдар да дәл осылай сөйлейтін болыпты. Сонда бір кішкене көтерілген 15-15 үйі бар шығар, мінген көлігі артық шығар, есесіне аспан тірегендей шіренеді. Естіп отырып ұяттан өртенем. Сол кісілер 60-70 жас аралығындағы адамдар. Таң қалам. Сонда бұл кісіге жас кездерінде тәрбие алмады ма? Осылай бар болып өмір бақи жүрді ме? Орысша тәрбиенің кесірі ме? Үлкен бастарымен артын ойламай ажыратып алады. Мен сияқты жесір қалса, сол қиындықты көрсетпей тез төркіні алып кетеді. Сосын мүлдем ол құдалармен араласпай қояды. Барсын, ана баласын өлтірмейді деп отыра беретін енелер көбейді. Қызы оқыған, жоғары білімді болса тіпті есіреді. Ұлы оқса оны мақтан етіп шіренеді. Айналайындар-ау, ұрпағымызға білім беріп, қолдарына диплом ұстаса, солар сол мамандықпен күнін көрсін, нанын тапсын деп оқыттық емес пе? Отбасын құрдың ба? Сол үйге темір қазық болып қадал демейміз бе? Ойбай бүйтіп жатыр, ойбай сөйтіп жатыр деп екі ортаға өсек тасытып, соны дау шығарып, талқандап жүргендер қаншама? Не істесек болады, ағайын? Көреген аналарымыз қайда кетті? Сондай анадан тәрбие алған ұрпақ қайда? Ұрпақты аздырмайық, ағайын. Ана тәрбиесі өмірдің бағы дегені осы шығар. Соңы. Құрметті тыңдармандар, егер де әңгіме ұнаған болса, лүпіл басып арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.